Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күні қарсаңында ұйымдастырылған салтанатты жиында өңір басшысы ақпарат саласының қоғамдағы орны ерекше екенін атап өтті. Оның айтуынша, журналистер халық пен билік арасындағы алтын көпір қызметін атқарып, ел өміріндегі маңызды оқиғаларды көпшілікке жедел әрі шынайы жеткізіп келеді. Сондай-ақ кейінгі жылдары өңірлік медианың дамуына ерекше көңіл бөлініп жатқан жеткізді. Салтанатты жиын барысында марапаттармен қатар көптен күткен қуанышты сәттер де болды. Өңір журналистерін қолдау мақсатында екі бақ қызметкеріне баспана кілті табысталды. Олардың бірі Жамбыл телеарнасының бейне құрастырушысы Әлібек Байғұтиев. Көп жылғы тынымсыз еңбегінің жемісі ретінде ол 2 бөлмелі жаңа пәтерге ие болған. Мерекелік іс-шара барысында Әулиеата медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты Арай газетінің тілшісі Құралай Сейсенбек қызына да жаңа пәтердің кілті табысталды. Ол да өз әсерін бөлісті. Мен үшін тылсым сый болды. Мен 2 перзентім бар. Балаларымды дүниеге келгелі осы пәтер жалдап, әр жерде қоныстанып жүргеннен кейін қарай алмайтын болғаннан кейін, балаларым, ұлым мен қызым ауылда менің ата-анаммен тұрады. Мен ең үлкен қуанышым енді 2 баламды құшақтап, өзімнің қара шаңырағымда балаларымды қолыма алып, кәдімгі отбасы болып бірге тұрамын. Осылайша мереке қарсаңында ақпарат саласы қызметкерлерінің еңбегі еленіп, бір қатары мемлекеттік қолдауға ие болды. Марапат пен баспана кілттері табысталған іс-шара журналистерге үлкен серпін беріп, олардың қоғам алдындағы жауапты қызметіне көрсетілген құрметтің айқын көрінісіне айналды дейді жиналғандар. Нұрдәулет Мұсайдос, Қыстаубек, 24 News.